келді. Төртіншісі қайыршылық. Қайыршылық деген әңгіме еш жерде реттелмеген. Қайыршылық туралы ешкім жауаптылыққа тартылмайды. 2 жыл бұрын ғана енгізді. Қоғамдық орында тиісу деген. Приставание в общественных местах. Сол ғана әкімшілік жауаптылыққа келді деп енгізілді, басқасы жоқ. Негізі қайыршы деген адам, тіленші дейді, бұл жауаптылыққа тартылмайды. Қайыршыға байланысты сіз анау қайыршыға ақша беріп жатқан кезде, сіз сонымен айналысатын, сонымен табыс табатын, күніне 5 мың теңгеден 80 мың теңгеге шейін табыс табатын, налог төлемейтін, комиссионный төлемейтін адамға сіз ақша беріп жатқан кезде, баласымен тұрады ғой, аяп кетесіз, ақша бересіз. Сіз оған өзіңіз үлес қосып жатсыз. Мә саған 500 теңге, балаңды ертең ұйықтатып, маған қайтадан алып кел деп тұрсыз. Сол кезде тағы 500 теңге беремін. Яғни баланы олар негізі еңбегіне спирттік ішімдіктер беру арқылы, немесе наркотик жағу арқылы ұйықтатып тастайды. Өйткені ондай жастағы балалар жүгіріп жүру керек. А ол ұйықтап жатады. Қашан 2 сағаттан кейін өтсең де ұйықтап жатады, 4 сағаттан кейін өтсең де ұйықтап жатады. Демек сіз баланың денсаулығына келіп жатқан зиянға үлес қосып жатсыз. Мә 500 теңге или 200 теңге келді, ертең тағы тұр деп тұрсыз. Сондықтан бұндай қайыршыларға беріп керек жоқ. Шын мұқтаж адамды іздеймін десеңіз табасыз. Нақ барғыңыз келсе мешітке барыңыз, табасыз. Сондықтан бұл көшедегі қайыршылар, кәсіпқой қайыршылар. Кейбіреулерді бұрап тастайды қол аяқтарын. Сол үшін туады. Мысалы, барахолкада жүр ғой, бір коляскада біреу қол аяқ бұралып қалған. Ол адам сол үшін бұралған. Туады да, дені сау адам болып туады. Соны аяушылық сезімін туғызу үшін қол аяқтарын бұрап тастайды. Анау аяп кетіп адам өзінің ақша бергенін білмей қалу үшін. Бұлар табыс көзіне айналдырғандар. Заңсыз және шариғаттан тыс имансыз жолдармен табуға бел бойлағандар. Оларға сіз өзіңіз үлес қосып қоймаңыз. Олар бірақ жай адамнан көбірек табады. Өйткені олардың қазір статистика бойынша табысы, күндік табысы бір қайыршының 5 мың теңгеден 80 мың теңгеге шейін. Кәсіби қайыршының, кәсіпқой қайыршы болса. Ал жай мынандай квалификациясы жоқ, дипломы жоқ қайыршылар олар табуы мүмкін. Байқайсыздар ма? Бір жерде постоянно аяқ жоқтар тұрады. Бір жерде қол жоқтар тұрады. Неге? Оларды біреулер пайдаланады. Бұл үлкен бір артында қылмыстық жолмен тұрған бизнес. Негізі полицияны шақырасыз, бірақ полиция бұған дейін көзді көрсе қайда қалды? Жас баланы қайыршылыққа тарту деген қылмыс бар. Әкімшілік жауаптылық бар, бірақ ешқайсысын қолданбайды. Ол айтады, полицейский айтады, білмеймін, бұл Тәжікстанның азаматы ма, қай жақтың азаматы екенін білмеймін, мен айырым. Ондай азаматтардың бәрін шығарып жіберу керек қой негізі. Жоқ, олар документ бойынша бәрін жасап алған адамдар. Полиция шақырсаңыз, заң бойынша ол сол жерде хаттама толтыру керек. Учаскелік полицияға алып кету керек, сізге хабарлау керек ол туралы. Ал оны істейтін полицияны бірінші сіз оның өзін сендіруіңіз керек. Участковый полиция ойлайды, мен оған міндетті емеспін деп. Ол нағыз міндет соныкі. Бірде-екі рет істетуге болады. Яғни маған хаттама толтырып беріңіз, сосын мен баратын жеріне барам деп. Өйткені себебі прокуратураға жазамын дейсіз. Өйткені себебі прокуратура барлығы бұны зерттеп, кімдердің құжаттары дұрыс емес, Қазақстаннан шығарып жүру керек. Кімдердің құжаттары дұрыс, олардың өздері қайыр сұрай берсін, балаларын қайыр сұратпау керек. Өйткені баланы қайыр сұратқызу қылмыс. Ал оны бүкіл Қазақстан болып біз бірігіп істемесек, бірде-екілі Ердос, Бексұлтан адамдар жасағанда олар елемейді көбісі. Байқайсыздар ма? Сондықтан біліңіздер, бұл заңсыз әрекеттер, балаларды тарту. Ал қайыршының өзі қайыр сұрауы ешқандай заңды емес те, заңсыз емес те, ортасындағы әрекет. Тура жезөкшелік сияқты. Сұрақ бар ма? Сұрақ екі жағдайда болмайды. Біріншіден бәрі түсінікті болғанда, екіншіден ештеңе түсініксіз болғанда, сұрақтарыңыз болса, WhatsApp группаға жазыңыздар. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарий деген сияқты. Бұрын ойнап айтатын едім, қазір шын айтатын болдым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Кешігіп келіп қосылғандар кейін басынан бастап қайтадан көріп алыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі жолғы тақырып ол әлеуметтік желілердегі құқықтар мен міндеттер. Ал оған дейін тапсырманы орындаңыздар. Менің жекеме жібересіздер. Ортақ емес. Өйткені ортаққа жіберсе бір-бірінен көшіріп алады. Олай емес. Әркім жеке өзімен маған жіберсін. Сау болыңыздар.